Өмір теңіз, әр адамның кемесі сол теңізбен жүзіп өтеді. Үлкен теңізде әр пенде өзіндік сапарын жасап, Алланың бұйрығымен жағалауға барып тоқтайды екен. Әттең айы жағалауға кеменің ерте тоқтауы болса керек. Біздің достарымыз Мұрат, Амантай, Ғанидың жағалауға ерте аялдағаны жанымызға қатты батады. Адал мінез, көңілі мәрт, көпшіл, жаны жомарт азаматтар еді. Әр қайсысының орны бір төбе. Мұрат Темірбайұлы 24 қыркүйекте 1975 жылы көп балалы отбасында дүниеге келді. 1982-1992 жылдары мектепте білім алды. Бала кезден футбол десе ішкен асын жерге қоятын спортшы еді. Сұңғақ бойлы, сымбатты жігіт, аз сөйлеп, көп іс тындыратын. Ең алғаш рет бұқаралық спортты дамытуды қолға алған ол жұмысшылар қалашығында жас жігіттерді ұйымдастырып, Арай футбол командасын құрды. Уақытын тиімді өткізуді мақсат еткен жастар спорттық өнермен ауданға танылды. Өз хоббиін нәтижелі іске ұластырған Мұрат біздің мақтанышымыз еді. Әлі талай кубок иеленіп, жеңіс тұғырында арайланып тұрар еді. Әттең 2006 жылы 31 жасында өмірден өтті. Амантай Қайырмағамбетұлы 25 қаңтарда 1975 жылы дүние есігін ашты. 1982-92 жылдары мектеп қабырғасында білім алды. Бала кезден спортқа жақын болып өсті. Грек-рим күресіне қатысып, талай жүлдені қанжығаға байлаған спортшы еді. Еңбек жолын Шалқар локомотив депосынан бастап, жай ғана жұмысшыдан бригадир қызметіне дейін көтерілген еңбекқор азамат. Бала мінезді, ақ көңіл, аузын ашса жүрегі көрінетін. Қасындағы адал жарын сыйлап, ұл мен қызын айналып толғанып отыратын қайран досымыз 2011 жылы 8 қазанда бізден жырақ кете барды. Ғани Сұлтанұлы 10 қарашада 1976 жылы дүниеге келген. 1983-93 жылдары мектепте білім алып, жақсы оқушы атанды. Бір жас кішілігіне қарамастан, ағалармен тең жүріп, үзеңгілес дос, іні орнына іні болған жан еді. Қолындағысын бәрімен бөлісіп, өзін ғана емес, өзгенің жанын ойлайтын кең жүректі жігіт болды. Футбол, волейбол, басқа да спорт түрінен өткен турнирлерге демеуші боп, азаматтық танытып жүретін. Спорттың жанкүйері, шынайы жанашыры, өз қатарластарынан ерте есейіп, ересек балалармен дос болып өскен Ғани өмірден ерте озатынын да сезді екен. Балаларының қызығын көріп, бауырларымен қызықты күндерді өткерер 42 жасында өмірден озды. 3 арыс, 3 дос, 3 азамат, 3 ананың жүрегін езіп, әкенің қабырғасын қайыстырып, достарын егілтіп, кете барды. Бүгін бірге жүрген достары 3 арысты еске алып, спортта салып кеткен сара жолдарын жалғап, футболдан турнир өткізіп, дастархан жайып, Құран бағыштайды. Жандарың жәннатта болсын, достар.